құжаттарды Мәди үйінің ішінің рұқсатынсыз алып кетіп отыр. Ертең көресің, Мәди екеуміз мынандай фирма тұрғызамыз. Гауһар тәтемен Алтынайға айт, уайымдамасын. Мәди солар үшін жүгіріп жүр ғой. Олар сені түрмеге тығады. 3 жыл береді саған. Сондықтан бір амалын ойластырмасақ болмайды. Олардың бар ойлағаны осы түйеқұс фирмасын құру ғана. Онда тұрған не бар? Жарайды. Енді Мәдиге демеу көрсетуге тырыс. Арызыңды қайтып аласың. Саған да Жәнібекке де тиіспейді. Жолымыз кездейсоқ түйісіп қалмас үшін сен қарағанда мүлдем кетесің. Түсінікті ме? Түсінікті. Мәулен, өзінің арызын қайтарып болды. Сен боссың. Әлішер екеуміздің арамызда бәрі бітті. Осы сөзің шын екенін, Мұсаға тұрмысқа шығамын деп дәлелде. 50 000 доллар. Санап алыңыз. Қазір маған 20-сын беріңдер, ертең келісіп, бүкіл келісімшартқа қол қояйық, солай қалған аламын. Жарайды. Маған тұрмысқа шығасың ба? Иә. Секен хабарласпады ғой, Таңғы сағат 8. Оның үстіне бүгін демалыс. Ұйықтап жатқан шығар? Талғат? Ау, Не екенін білмеймін. Бір түрлі болып тұрам. бір түрлі болып тұрмын дейді. Ақшаны беретін кезде ойлану керек еді. Бір түрлі болып тұрмын. Секен шығарады. Мен қайдан білем? Барып көрсеңші. Қазір. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ұйықтавасыңдар ма? Жоқ, оямыз. Ассалаумағалейкум, Секе. Талғат, жақсы ма? Мәди, уайымдап сіз келмей қалама деп. Дұрыс, уайымдаған дұрыс. Мен сіздерге кеш айттым. Созып жүріп алыңдар. Фермада бірде бар балапан қалмаған. Қалай? Енді не істейміз? Келешін күтіңдер енді. Қалай күтеміз? Секе, басқа мал жоқ па? Болмаса жеке инкубатор сатып алыңдар. Оғанда жұмыртқа аламыз ғой. Әрине. Тапсаң аласың. Таппасаң ол да жоқ. Ол да машақаты көп жұмыс қой. Онда 1 жыл күтіңдер. 1 жыл? Жоқ, Секе, күте алмаймыз. Секе, қысқасы. Бізге қанша жұмыртқа тауып бере аласың? Қанша табылады, сонша әкеп бере аламын. Оның өзі ақшаға байланысты. Біз сізге 20-сын бердік қой. Мен айттым ғой. Мен оны балапандарға жұмсадым. Тағы да керек құрал жабдықтарға тапсырыс бердім. Тоқта, мен түк те түсініп тұрған жоқпын. Түсінбейді түк те жоқ. Мен сендердің айтқандарың бәрін жасадым да? Иә? Егер мен болмасам, ол балапандар сендер кем дегенде 3 жыл күтетіндер. 3 жыл. Жоқ, Секе, рахмет. Қайдағы рахмет? Сіз не 20-ның бәрін жұмсақ қойдыңыз ба? Мәди, ашыланбашы. Секе, дұрыстап түсініп алайық. Сізге қанша ақша керек? Қалған 30-ды беріңдер. Жарайды. Келісіп шартты алып келдіңіз бе? Қандай келісім шарт? Мүмкін жексенбі. Демалыс. Нотариустар да істемейді. Онда ақшамды ертең аласыз. Талғат. Мәди, тоқташы. Қалай тоқтайым? Біз келісім шартты бүгін жасаймыз деп келістік. Қайдан сол келісім шарт? Жақсы. Келісім шарт ертең болады. Хабарласамыз. Секе. Мә саған. Жүр, мен сені жеткізіп тастайын. Рахмет, такси шақыртып қойдым. Астанада көп боласың ба? Бір күн болам, ертең таңертең келем. Айтпақшы, мен саған айтпаған екенмін ғой. Арсенді көрмедің бе? Жоқ. Сен онымен әлде хабарласып тұрасың ба? Жоқ. Ол менен кешірім сұрады ғой. Кешірім сұрады? Қызық. Ол неғып кешірім сұрай қалды?
неге кешірім сұрағанын білетін сияқтымын. Қолымның көгеріп кеткенін Дәулет байқап қалды. Солай де. Ал сен оған не дедің? Байқаусызда бір жерге соғып алдым дедім. Ол спортшы емес пе? Әрине сенбеді. Мәссаған. Сонда мұның Арсеннен келгенін сезгені ғой. Өйткені келесі күні Дәулеттің көзі көгеріп жүрді. Ал осыдан кейін Арсен кешірім сұрап келді. Оның да бет аузы көгерген бе? Иә. Мүмкін емес. Сен оның қалай кешірім сұрағанын білсең ғой. Олай болса, Дәулеттікі дұрыс. Ол өзі қайда жүр? Білмеймін. Астана жақта шығар. Сағым жүрген жоқсың ба? Демек, Дәулетті таңдадың ғой. Иә. Білесің бе, мен оның қасында жүрсем, ешкімнен де, ештеңеден де қорқпай жүретін сияқтымын. Оның бойында бір ерекше күш бар сияқты. Түсінікті. Линда, сен шынымен де концерт қоюға бара жатсың ба? Апа, неге тамақ ішпедіңіз? Кешеден бері нәр татқан жоқсыз. Соңғы кезде тамаққа тәуелдім жоқ. Олай болмайды, апа. Ең болмаса шай ішпедіңіз. Мәди хабарласпады ма? Жоқ. Не болды екен? Әй, жүгірмек. Осыдан келсін жіберем. Апау. Ой, алтын балам менің. Қалайсыздар? Сәлеметсіз бе, Дәулет аға? Көп жасалтмай. Қалай жағдай? Жақсы. Аман есенсің. Жақсы. Келетінін ақ хабарламадым. Ойламаған жерден келіп сіздерді бір қуантайын деген бұл. Ойбай, менің баламның қарны ашып қатып тұр. Алтынай, тамақ алып кел. Бұл бір түрлі көңіл күйің жоқ сияқты ғой. Жақсына бәр? Түнде қан қысымы көтерілді ме? Сон жөндеп ұйықтай алмадым. Дәулет аға. Тамақ іш. Ой, рахмет. Естай қайда? Далада жүр. Майди жұмыста ма? Мәди соңғы кезде. Не соңғы кезі? Жоқ ештеңе. Тамағын іш. Бүгінге жетер. Мынау бір келісті азамат екен. Я, апа, өте жақсы адам. Жанның тазалығы көзінен көрініп тұр. Жақсы адам екені бірден байқалады. Ой, анан қара, жүгір, ұста. Ей, тоқта! Тоқта деймін саған! Ой, Дәулет аға, сәлеметсіз бе? Қалайсың, Айнұр? Қалай келдіңіз? Жақсы, рахмет. Не істеп отырсың? Көріп тұрсыз ғой, жөндеп жатырмын. Жөндеп? Неге күлесіз? Ештеңе, жөндей бер. Мен біреу қарап тұрса, істегім келмейді. Онда былай қарамай отырайын. Одан да маған қара адам жайлы айтып беріңізші. Қара адамы? Иә. Демалушылар арасында қара адам туралы аңызды қалай тараттыңыздар? Сендер де естіп алғансыңдар ма? Енді әзіл әңгімеден тараған нәрсе ғой. Мүмкін емес. Шын айтамын. Біздің анау қоймамызды мастар ма, бір балалар ма тонап кетті. Содан бұны кім істеді деді. Мүмкін қара адам тонаған шығар деді біреу. Сонымен кетті ғой тарап. Міне қыз, мен оны демалушылар жинау үшін әдейі жасалған маркетинг жобасы екен деп жүрсем? Жоқ, жоба емес. Болса әңгіме ғой. Онда неге сіз жұмыстан шығарып жіберді? Қара адамы менің үстімнен арыз жазып жіберді.
Ту, Дәулет аға, мен сізден шынын сұрап тұрмын. Шын айтып тұрмын. Секеңмен танысқаннан кейін өміріміздің өзгергенін сезесің бе? Жоқ. Қандай өзгеріс бар? Енді секеңмен таныспай тұрғанда ақшамыз жоқ болатын. Танысқаннан кейін ақшалы бола бастадық. Кішігірім байымыз десек те болады. Дегенмен жақсы тойледік. Ал бүгін отырысымыз мынау. Демалыс күні ішіміз пысып. Ақша адамды өзгертіп жібереді екен ғой. Сыраға барып кеш. Кетіп бірге барамыз. Жоқ, мен Нұргүлге барып қайтам. Нұргүлге жасалатын емнің ақшасын өзің төлейсің бе? Қалжың айтам. Барып қайт. Мен үйде болам. Дәке. Қалай болады? Жақсы ма? Айнұр, міне таптым. Дәл осындай карбюратор. Рахмет. Енді түсіндім. Болат па екен ғой жөндеп отырған? Менің жөндей алатыма сенбейсіз бе? Сенем. Болатбек, ананы ашып берші маған. Жоқ. Менің басқа жұмыстарым бар еді. Болатбектің әйелі бар, Болса қайтейді. Жоқ, жай айтқаным ғой. Байқамадың ба? Нені байқауым керек? Толқып кетті ғой. Қойыңызшы, Дәулет аға. Ол жай маған көмектесіп жүр. Көмектесіп? Түсінікті, Әшер Ермаханұлы телеарнадан хабарласты. Олар біздің бағдарламаға кәдімгідей қызығушылық танытып отыр. Жақсы. Зарина, телеарна деген ол өте мықты насихат құралы. Біз олармен келісіп, баспасөз мәжілісін ұйымдастырайық. Журналистерді шақырды. Жақсы. Айтпақшы, өзіңіз туралы елде не айтып жүрген білесіз бе? Жоқ. Бизнесті қойып, әлеуметтік мәселелерді шешуді қолға алған азамат десіп жүр. Мүмкін солай шығар. Жақсы. Иә, әрине. Досан Қасымова, маған ұрыспаңызшы. Мен де түсінсеңізші. Сіздің адамдарыңыз жұмыс істемей жатыр деп айтып жатқан жоқпын ғой. Олар маған шикізатты уақытында келмей жатыр. Менің жұмысшыларым жұмыссыз отыр. Тездетсінші. Досхан. Телефонда болсақты. Не болды? Шикізат жоқ. Бүгін оның өзіне барып жолы көріп болып тұр. Сенде не жаңалық? Енді де көңіл көтеретіндей жаңалық болмайды. Не болып болды? Міне, мынау біздің Досым ағамыз. Нақты айтқанда жауымыз. Мен де қарап қалмайын деп жатқан сияқты. Сонда ол бізден өш алады деп ойлайсың ба? Иә, депутаттыққа да сол үшін түсіп жатыр. Егер Әлішер депутат болса, ең бірінші біздің зауытымыздың мәселесін қарайды. Ол заводты жақсы біледі. Біздің кәсіпорынның
осал жерлері оған мәлім. Экология, кәсіподақ. Әлішер, ондай адам емес. Қателесесің. Ал сен оған депутаттыққа түсуге кеңес беріп, демеуші болып жүрген кім екенін білесің бе? Айдар Төреханұлы. Міне мәселе қайда. Бір зауыттың бұрынғы 2 директоры тізе қосқан. Жаке, біз бұл шаруаны шұғыл қолға алуымыз керек. Қолға алғанды не істейміз? Білмеймін. Жақсылап ойлану керек. Егерде Әлішер депутат болса, бәрі кеш болады. Сен мынаны Досқанға көрсет. Бұл жайында ертерек қозғалмасақ, орнынан айырыламыз. Ойлан, Жаке, ойлан. Рахмет, Зарина. Баспасөз мәжілісі биік деңгейде өтеді деп сенемін. Негізі солай болуы тиіс. Мен де солай болады деп ойлаймын. Жақсы, мен бір жаққа шығып келейін. Зарина, тоқташы. Соңғы кезде үлкен іс атқардың. Саған рахмет. Мен барлығын байқап жүрмін. Ризамын саған. Сен болмасаң мен не істеймін? Сайлаушыларға да солай дейсің бе? Амансыз ба, апа? Аман, Құдайға шүкір. Сәлеметсіз бе? Отырыңыз. Рахмет. Бара берейін. Жақсы. Тыңдап тұрмын сізді. Не шаруамен келдіңіз? Шаруа деген жетеді. Саған бір қоятын сұрағым бар. Қойыңыз, апа. Осы депутатқа сайланғандар бізді қашан қалдайды? Алдағаны қалай? Кәдімгідей жолды жөндейміз, зейнетақыны көтереміз, ананы олай, мынаны бұлай істейміз дейді. Бірақ ештеңе істелмейді. Бұл қалай? Апа, мен бұрынғылардың сөзі үшін жауап бере алмаймын. Бұл мәселелердің дұрыс шешілуін сол кезде талап ете көру еді олардан. Барлық бастықтарға бардық. Бірақ ешқандай мәселе шешілмейді. Міне, тағы да сайлау, тағы да сол уәде. Сен маған мынаны айтшы. Саған сенуге бола ма, жоқ па? Апа, қалай айтсам екен? Маған сеніңіздеу әрине оңай. Бірақ сіз мені дұрыс түсініңіз. Менің бағдарламам, ол менің алды қойған мақсатым. Ал мақсатымды орындау, ол менің азаматтық борышым. Мен ешкімге сенбеймін. Енді мен сізге не айта аламын? Өзіңіз білесіз. Бірақ мен саған сенем. Маған сенің бір қызметкерің келіп, мына қағазға қол қойыңыз деді. Сосын мен тура саған тарттым. Сені қолдаймыз дегендер көп. Рахмет, апа. Мынадай жауапты қызметкерді атқарам деген талабыңды, ниетіңді қолдаймын. Бірақ өзіңнің алдыңдағылар сияқты халқыңды алдама, балам. Дұрыс айтасыз, апа. Сенімдеріңізді ақтаймын. Ассалаумағалейкум. Көрдің бе мынаны? Мұндай қағаз менде де бар. Біледі екенсің. Оны Айдар Төреханұлы қолдап отыр дейді. Онда жағдай қиын. Егер ол Әлішерді қарып етіп ұстайтын болса, бізге оңай тимес. Енді істейміз?
Сұрағың орында. Бірақ дәл қазір не істеу керек екенін өзім де біле алмай отырмын. Қалай болғанда да біз оның депутаттыққа өтуіне тосқауыл қоюымыз керек. Дұрыс айтасың. Осының бір амалын ойластыр. Досқан Қасымұлы, жұмыс жайында өзіңізбен ақылдасатын шаруа бар. Иә? Зауыт тоқтап тұр. Мен не істеймін? Жәнібек, сен директорсың. Жұмыс мәселесін өзің шеш. Не, оны да мен үйретуім керек пе саған? Мәселе былай ғой. Жарты ақшасын төлеп қойдық. Сіздің адамдарыңыз шикізатты әкелмей жатыр. Енді... Жәнібек, бұдан былай. Сенің бейтіп қыңсылағаныңды естімейтін болады, түсіндің бе? Не болса да өзің шеш. Жан-жаққа жүгір, адамдармен келіс. Егер зауыт тоқтап қалатын болса, өзі болың өзің. Онда қызметімнен жай ғана босай салам деп ойлама. Түсіндің бе? Құдай үшін өтінем, бастықтарға бара бермеш, осы ұрысқанымыз да жетер. Ой, сен де бір. Ой, Олег, басыңа бәлетлеп қайтесің. Егер бізді қуса, мұнда ешкім де келмейді. Осыдан көрде тұр. База қаңырап бос қалады. Неге? Сонда мен де келмейін бе? О! Сәлеметсіз бе? Лейінда, алтыным. Сәлемет бе, Лейінда, аманбысың? Сіздер не, жұмыстан кетейін деп жатырсыздар ма? Ол ұзақ әңгіме. Бұл жақта өзің қайдан жүрсің? Жалғызсың ба? Иә, ол да ұзақ әңгіме. Жүр, қалған әңгімені шай үстінде айтасың. Олег Петрович, Лида тәте, мен негізі Дәулетке келіп ем. Білмеуші мен, ол Алматыда ғой. Ол ата-анасына кеткен. Ауылын білуші ме едіңіздер? Әрине білеміз. Сен сонда бармақшымысың? Да? Иә, таксимен келіп ем. Жол сілтеп жіберіңізші. Асықпай да барасың. Кеш түсіп кетті, алдың түн. Бүгін осында болсаңшы. Ал ертең мен сені өзім апарып салам. Олег дұрыс айтады. Кеш боп кетті. Бүгін осында қал, ертең барарсың. Таксисті жібере сал. Солай ма? Қане, сөйте ғой. Біз сені күтеміз. Зарина, мыналарды тездетіп факспен жіберші. Олар күтіп отыр. Жақсы. Рұқсат бекен. Кіріңіз. Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Отырыңыз. Иә, депутаттыққа түсіп жатыр екенсіз. Дәл солай. Ал мен жағдайым қиын. Бұрынғы жұмыс істеп жүрген жерімнен ешбір себепсіз жұмыстан шығарып тастадыңыз. Содан бері жұмыста болмай жүрмін. Ал үйде әйелім, бала-шағам бәрі маған қарап отыр. Кешіріңіз, сіз маған қандай шаруамен келдіңіз? Мен сонда сізге қалай дауыс беремін? Тоқтаңыз. Сіз сонда маған бұрынғы өкпе ренішіңіз айтуға келдіңіз бе? Сіз дұрыс түсініңіз, аға. Ол кезде жаппай қысқартулар болды. Мен сіздің алдыңызда кінәлі емеспін. Тіпті кешірім де сұрамаймын. Егер дәл солай ойлап білсеңіз, онда сіздің қателескеніңіз. Ал енді мен не істеуім керек? Айтыңызшы. Аға, дәл қазір депутаттыққа өтуге бағымды сынап жатқаным рас. Егер мен ертең депутат болсам, онда сізбен депутат ретінде сөйлесіп, көмектесе аламын. Қазір, кешіріңіз, мен сізге ештеңе айта алмаймын. Қазір қол жинау науқаны жүріп жатыр ғой. Иә. Енді оған қол қоясыз ба, қоймайсыз ба, ол өзіңіздің шаруаңыз. Басқа айтарыңыз жоқ па? Менің жұмыстарым көп еді, ренжімесеңіз. Шай іше ғой. Рахмет. Дәулет, ауылға неге кетті екен білмейсің бе? Білмедім. Линда, біз бөтен адамдар емеспіз ғой. Жасырмай айта бер. Турбазадан кеткен соң ол жұмыс іздеп
Біраз уақыт Алматыда жүрді. Сосын Қарағандыға кетіп қалды. Білетінім тек сол ғана. Сенің келетініңді ол білуші ме еді? Жоқ. Бұл келгеніме қалай қарайды деп отырмысың? Ойымдама. Дәулетті білем ғой. Ол сені жақсы көреді. Иә. Солай ойлайсыз ба? Оған еш күмәнім жоқ. Оны қинап жүрген бір жай бар. Саған тең емеспін деп ойлайды. Өзің ойлап көрші, сен танымал жұлдызсың, ал ол әлі жұмыссыз. Осыдан қысылады. Онда тұрған не бар? Мен онымен бірге болғым келеді. Түсінем ғой. Бірақ ол тым намысшыл. Кешіріңіз. Алло, Линда, сәлем. Сәлем, Дәулет. Қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Мен де жақсы. Алло. 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 Сен қашан келесің? Білмеймін, Линда. Сосын не ғой? Біз әзірге кездесе алмайтын шығармыз. Өзің біл. Не болып қалды? Ештеңе. Жарайды, сау бол. Жарайды. Жақсы. Сау бол. Намысшыл деп айттым ғой. Мен де сондаймын. Бірақ бәрібір оған қалайда барам. Дәл қазіргі сәтте мен оған сүйеу болуым керек. Линда, Дәулет үшін қайда баруға да дайын сияқтысың ғой. Сен де қыздың жүрегін жаулап алған Дәулетте не арман бар? Оның жолы болды. Мәссаған. Мынау не? Сенің ең жақын құрбынмын ғой деп жүрсем, бұл туралы мен неге соңынан білу керек ма? Өйткені Мұсаға келісімімді кеше ғана бердім. Келісімімді кеше ғана берсен, мына шақыру билеттерін, той көйлегін алуға қам жасап жатқанымды қалай түсінуге болады Меруерт? Бұл неткен асығыстық? Асыққан ештеңемде жоқ. Мен сені түсінбедім, Меруерт. Сен Мұса емес, Әлішер жайлы жиі айтып жүрдің ғой, Қайда? Саламатсыз бір Склепай. Қазір ғана сіз туралы әңгіме айтып отыр едік. Меруерт, мен саған қызығып отырмын. Мұса керемет жігіт емес пе? Ал сен өте ақылды қыз екенсің. Өздерің отыра беріңдер. Апаңның сөзіне көнген екенсің ғой, солай ма? Жоқ, Аида. Бұл өзімнің шешімім. Өкініп қалмайсың ба? Өкінетінде ештеңе жоқ. Бұл шын сөзің бе? Сен мені мазақ қып тұрсың ба? Жоқ, керісінше. Сенің болашағымды ойлап, уайымдап отырмын. Мұсадан айырылып қалдым деп, өзің өкініп отырғаннан салмысың? Жоқ, өкініп қайтемін. Қалжың ғой. Жарайды, Аида. Одан да сен маған той көйлегін таңдауға көмектесіңші. Көрейік енді. Көйлегімді. Сәлемет, Светомар апай. Амансың ба, Ержан? Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Линда қайда? Линда? Оның Астанада концерті ғой. Сізге айтпады ма? Қандай концерт? Ол менен сенің үйіңе қонамын деп сұранып кеткен? Жоқ, бізде болған жоқ. Ассаған, мұнысы несі? Қазір хабарласып көрейін. Көтермей ме? Енді не істейміз? Ол қайда жүруі мүмкін, Сізге бір жігіт туралы айтып беді? Айтқан. Ұмытпасам, есімі Дәулет. Солай ма? Иә. Ал айта бер, не деген жігіт? Мен оны білемін. Сіз тек Линдаға мен айтты демеңіз. Айтпаймын. Шынымды айтсам, мен өзім де түсінбеймін. Сол Дәулет Линданың басына айландырып алған сияқты. Өзіңіз ойлаңызшы, Линда деген әдемі, болашағы зор қыз.
Ал анау ауылдың қарапайым жігіті. Тұрақты жұмысы да жоқ. Линдаға таң қалам. Неге оны істеп кетті екен? Қалай? Линда соның артынан кетті ме сонда? Иә. Апай, сіз қайда барасыз? Жүріңіз, мен сізді апарып тастайын, жолда бәрін айтып берем. Мақұл. Жүр. Алтыншы палатадағы ауруды бақылау. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ба? Айналайын, Нұргүл. Қалың қалай? Жақсы. Тамақтандың ба? Я, тамақтандым. Бүгін күн ағайы жақсы екен. Далаға шығып, менімен бірге таза ауа жұтып, серуендеп қайтсам еді. Жақсы, өзім де солай шығып бара жатырмын. Жүріңіз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен ендеше өзім бара берейін. Құлпырып кетіпсің. Жағдайың қалай? Жақсы. Бәрекелді. Мади, осы сен маған келерде әйеліңмен не деп айтасың? Ол үйінде осының бәрін біледі ғой. Тағы да бастадың ба? Білем, Алтынайды алдап жүргенім саған ұнамайды. Мен басқа не істей аламын? Ешкімді ренжіткім келмейді. Дұрыс емес. Неге? Мен бәрібір Астанаға өз жұмыстарымен келу үшін. Жол-жөнекей саған жолықсам, онда тұрған не бар екен? Жүр, далаға шығайық. Таза ауа жақсы ғой. Жоқ, рахмет. Басым ауырып тұр, шамалы демалайын. Жарайды. Басың ауырса демал. Айтпақшы, мен саған жеміс жидек әкелдім. Несін әурелендің? Ал. Рахмет. Ауырма. Сауығып кет. Жақсы. Сау бол. Сау бол. Иә. Жақсы, Зарина, түсіндім. Ертеңге дейін, рахмет. Ертең демаласың ба? Қайдағы демалыс? Мектепке барамын. Сабағыңды оқыдың ба? Иә. Онда неге барып ұйықтамайсың? Қазір мен ойынды бітіре салайын. Артур, бар да жат. Артур, бар деймін.
Сен неге ұйықтамай отырсың? Қыз жатам апа. Жатып ұйықтасаңшы. Шаршаған шығарсың. Иә апа. Қайырлы түн. Тым ерте тұрыпсыз ғой? Иә. Ұйқыңыз қанды ма, Дәулет аға? Қанды. Сол сендерге көмектесейін деп шыққам ғой. Сиыр сауға ма? Иә, несі бар? Таңғы күшті жұмысқа жұмсау керек. Солай ма? Жұмсаймыз. Дәулет аға жақсы жігіт, өзі мәдениетті, сабырлы. Иә, жақсы жігіт, бірақ осы уақытқа дейін қызы жоқ. Не екенін білмеймін. Мен де соған таңғалдым. Сәлем. Линда.